Қайырлы кеш, құрметті достар. Мен негізі 20-дам, түрім 15-ке келеді. Мына жігіт 21-ден астам кіргізетті, бірақ мен кірдім. Жалпы өмірде кіретін тесіктер өте көп. Жалпы бүгін мен сіздерге айтатын тақырыбым ол тек ерлерге байланысты ғана емес, бірақ әйелдерге косвенно былай тигізетін ол футбол туралы. Құрметті достар, жақында Қазақстан премьер-лигасы басталды. Келесі аптада Лига Европы және Лига чемпионовтың 1-4 ойындары өтеді. Жазда чемпионат Европы Францияда игілдан сақтасын өтеді. Сондықтан да футболды біз әлі түнімен қараймыз, бірақ бізде мазаны алатын өте көп достарымыз болады. Солардың классификациясын мен сізге келтіре өтейін. Ерлер мұқият тыңдаймыз. Сіздерде әсіресе осындай кез келген еркекте осындай бір дос болады, мазанды шығаратын. Сүйікті командасы жеңілгеннен кейін түнгі 3 болса да сізге звондап, "Чо, қалай Барса көрдің ба? Барса көрдің ба? Говно я штегірді, команда говно да." Бірліктері болмаса, бірақ смс жазады говно да, говно. Айттым саған, не болей за Барсу деп. Келесі күні сосын әлеуметтік желіде, бірақ сізді тигізу керек та ол. Обязательно Барса туралы бір нәрсе істеп кетеді та ол. Бірақ сіздің ең басты қаруыңыз сіздер оғаларға назар аудармаңыздар. Назар аудармасаңыздар, ол асылып өтеді. Явно, потому что он хочет как-то обратить внимание на то, что Барса проиграл, но если вы не будете обращать внимание, он просто повешается. Вот, келесі бізде достарымыз бар, ол Олимптан шықпайтын достарымыз. Ставка қоя береді, статистиканы қарайды. Футболға дым қатысы жоқ та, бірақ қанша угловой, қай бутсымен гол соғады, Криштиану Роналдо қандай прическа болады, соңғы ойындарын қалай ойнады, бәрін біліп тұрады да. Оларға қарасам, бірден сеніп қаласың, мынау дұрыс айтып отыр ма деп. Кім-кіммен ойнайды? Реал мен Барса. Тотал 2,5 больше, явно. Тұрасында ойланасың. Сол кісілермен футбол қарасаңыздар, ол явно ставкадан жеңіледі да. Сізден қарызға ақша сұрайды, бермеңіздер, керек жоқ. Келесі біздің сүйікті ол әйелдер қауымы. Олармен бірге футбол қарау мүмкін емес. Себебі солармен футбол қарасаңыздар, мынандай сұрақтар қойылуы мүмкін. Біздікілер қайсысы? Қызылдар жеңеді. Дэвид Бекхэм ойнай ма бүгін? Қашан бітеді осы? Қазақстанда қойшы, анан басталды деп. Құрметті достар, егер сіздер мазохист болмасаңыздар, онда әйелдермен қарамай қойдыңыздар, жарай ма? Және де келесі бізде маза алатын достарымыз ол ауылдан келген ба, немесе ережені түк білмейтін достарымыз, яғни футболға қызықпайтын достар. Олар негізі жақсы жігіттер да, бірақ дым білмейді да. Біріншіден сразу сұрақтары мынау: Криштиану Роналдо Реалда қалай ойнап жүр, ол Португалияда ойнамай ма? Ол ережені түк білмейді, тек гол соқса, соны ғана біледі, гол екен, болды. Олармен достықты үзіңізде сразу футбол қарасаңыздар. Келесі ол фанатик қыздар. Мен білмеймін не үшін, бірақ кейбір қыздар бар енді. Барселона ма, Реалға балет етеді, кез келген әлеуметтік желіде өздерінің авасында сол Реалдың несі тұрады. Москве un club деп. One love, one team деп. Мен түсінбеймін сол қыздарды, бірақ ыңғайрақта солармен футбол қарағаннан кейін. Егер сол команда жеңсе, сіз де жеңесіз. В общем, ең бастысы, ең ыңғайсысы ол кішкентай балалармен футбол қараған дұрыс. Себебі олар түк түсінбейді, қарап отырады, өзі ұйықтап қалады. Болды, дым сұрақ жоқ. Ең сонда сіздерге айта кететін, кеше Реал мен Барселона ойнаған кезде бүкіл әлем екіге бөлінген болатын. Бірақ қазақстандық командаларды ешкім қолдамай жүр. Сондықтан да біздің жерлес командаларымызды қолдап, біраз шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет.